Армысыздар ағайын. Бүгін дәстүрлі спорт түрлерінің бірі болып табылатын садақ ату жайлы айтқымыз келіп отыр. Садақ атудың негізі елімізде 1967 жылдан бастау алады. Алайда 2021 жылы бұл спорт түрі, яғни дәстүрлі спорт түрі болып белгіленді. Негізі садақ ату ол ата-бабамыздан қалған бізге аманат, яғни бұның артықшылықтары өте көп. Сол артықшылықтардың бірі, яғни садақ ату арқаны тік ұстауға, көру қабілетінің жақсаруына өте көп көмектеседі. Төзім мен жігерді талап етеді. Яғни айта берсек, артықшылықтарының көп екені көпшілікке мәлім. Сондықтан да алдағы уақытта осы садақ ату дәстүрі, садақ ату ойыны дейміз, ұлттық спорт түрі мектеп бағдарламаларына еніп, ары қарай да жақсы дамыса екен деп тілейміз.